тақырыбы әлеуметтік желіні пайдаланамын деп аталады. Тілдік бағдарымыз етістіктің шақтары, кешірім сұраймын. Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп алайық. Ол үшін мен сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеру үшін ғажайып жылулық шынжыры, жылулық шеңбер арқылы бастағым келіп отыр. Қазір оқушылар барлығымыз камерамызды қосайық, бір-біріміздің түрімізді көріп отырайық. Камерамызды қостық па? Қосайық тезірек. Өте жақсы. Бір-бірімізге күліп, жымиып, өзіміздің әдемі күлкімізді сыйлайық. Қанекей, күлейік бәріміз, баршамыз. Жымиыңыздар. 32 тісіміздің барлығын көрсетейік. Күлдік па? Өте жақсы, Ақнұр. Бізде Ақнұр өте белсенді оқушы. Арайлым, қоса ғой камераңды. Азамат, Аружан, барлығымыз қосайық. Өте жақсы. Оқушылар күлу деген ол адамдар қатынасының маңызды бөлшегі екенін ешқашан ұмытпаймыз. Мысалы, езудегі күлкі, ол күлкі жымиюдың өзі адамның өзіне деген сенімділігін, еркіндігін, достығын, мейірімділігін, қуанышын, келісімін, тіпті бақытын білдіреді. Ал күлкі адамға тыныштық, жылу, дене саулық сыйлайды. Жақсы. Барлығымыз көңіл күйімізді көтеріп, бір күліп, бір сергіп алған болсақ, келесі сабағымыздың бөліміне өтейік. Үй тапсырмасын сұраймын қазір. Алдыңғы сабақта сіздерге ОК-ЮДУС порталына мен сабақ жүктеген болатынмын. Үй жұмысын қарадық па, орындадық па? Кім орындады? Қандай тапсырма берілді? Бастайық. Мен аттарыңызды атамайын. Кім дайын үй жұмысына? Бастайық. Әлеуметтік желіні пайдаланамын тақырыбында бізде бірінші тапсырма. Ақнұр. Сұрақтарға қарай. Бастай ғой, Ақнұр. Бірінші тапсырма. Бізде бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беру. Суреттегі шартты белгілер нені білдіреді? Суретте күнделікті қолданылатын әлеуметтік желілер бейнеленген. Бірінші суретте Skype программасы бейнеленсе, екінші суретте Instagram, үшінші суретте WhatsApp, төртінші суретте Twitter, бесіншісінде Facebook қосымшасы бейнеленген. Екінші, олар қандай ақпарат береді? Біз бұл қосымшалар арқылы кеше болған жаңалықтарды бүгін қызу талқыға салынатын әлемге таратылғанын байқаймыз. Тіпті кеше қызу талқыға салынған жаңалықтар бүгін мүлде қызық емес болып жатады. Үшінші, бұл желілерді кімдер қолданады? Бұл желіні кішкентай бөбектен бастап 70-тегі ата-әжелеріміз қолданып жатады. Бұл тым кішкентай нәресте уақыттан тым үлкен мезгілдегі қолданыс кезіндегі зиянды әсерлер болуы мүмкін. Өте жақсы. Екінші тапсырма. Мәтінді оқыдың ғой? Иә, мәтінді оқыдым. Бесінші тапсырма. Мәтіндегі етістіктер тауып қай шақта тұрған айт. Мәтін бойынша мен өткен шаққа пайда бола бастады, шықты, құрылды, болды, енгізді, қалады, бастады, қосты, айналды, кіреді деген етістіктерді жатқыздым. Ал осы шаққа мен тұр деген етістікті таптым. Және келер шаққа болып табылады, байқай аламыз, жаза аласыз деген етістіктерді жатқыздым. Өте жақсы, Ақнұр. Жарайды, келесі кім? Келесі кім үй жұмыстарын орындады?
Ақнұр өзіңе плюс қойып отыр бірінші үй жұмысына. Тағы кім? Арайлым? Арайлым үй жұмысын айта ғой. Саламатсыз апай. Саламатсың ба? Бірінші тапсырмадан бастайын ба? Иә, бірінші тапсырмадан 4 пен 5 ба? Бірінші тапсырма. Суреттегі шартты белгілер нені білдіреді? Әлеуметтік желілер. Олар қандай ақпарат береді? Кез келген болып жатқан ақпаратты береді. Бұл желілерді кімдер қолданады? Менің ойымша, бұл желілерді қолданбайтын адам жоқ. Өте жақсы. Бесінші тапсырманы айта ғой. Мәтінде етістіктер таптың ба? Қандай шақтар екен? Құрды, болды, енгізді, қалады, бастады, айналды, шықты, құрылды, табылды, білдіреді. Өткен шақтар. Құрып, тұр. Иә. Осы шаққа жатқыздым. Келер шаққа бар ма екен? Мен таба алмадым. Жақсы. Жақсы олай болса, үй жұмысын көпшілігіміз орындаған сияқтымыз. Аружан, орындадың ба үй жұмысын? Айдана, Балнұр, Азамат, үй жұмысын орындадық па? Иә. Жақсы олай болса, уақытымызды алмайық, үй жұмысын тағы да Окидустан қосымша тексеретін боламын. Солай Али апайларың мен бірге бағалайтын боламыз. Жақсы, онда келесі. Өткен сабақтарымызға шолу жасайық. Сіздерге қазір жедел жауап әдісі арқылы мына сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Біріншіден, етістік дегеніміз не, оқушылар? Етістік дегеніміз бір нәрсенің іс-қимылын білдіретін сөз табы. Мысалы, ол не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы айтар болсақ, бара жатыр, келе жатыр, ойнады, күлді, мұның барлығы етістікке жатады. Өте жақсы, іс-әрекетті білдіретін сөз табы, қимыл іс-әрекетті. Екінші сұраққа, тұйық етістік қалай жасалады? Тұйық етістік дегеніміз, айта берейін ба? Иә, айта бер. Тұйық етістік дегеніміз, мысалы, айту, көру, есту, әңгімелесу және сұрау, бару, келу, мұның барлығы тұйық етістікке жатады. У жұрнақ арқылы жасалады, иә? У. Иә. У жұрнақ арқылы жасалады. Өте жақсы. Есімше қалай жасалады? Арайлым, сен жауап бере ғой. Келесі сұраққа Бауыржанов Азамат дайындалып отыра ғой. Есімше қалай жасалады? Айта балам. Айта ғой, Азамат. Сөйлемде екі түрлі мәнде, екі түрлі қызметте жұмсалатын етістіктің ерекше түрі. Ол жіктеліп, етістік қызметін атқарса, енді бірде есімдерше түрленіп, септеліп тәуелденеді. Есімшенің жұрнақтарын атай қойш? Есімшенің жұрнақтары ған, ген, қан, кен, ар, ер, сы, атын, етін, ыйтын, ийтін, мақ, мек, бақ, бек,
Бақбек. Жақсы, өте жақсы. Көсемшенің жұрнақтарын атай ғой, Арайлым. Көсемшенің жұрнақтары ай, и, үп, ғалы келі, қалы келі. Мысал келтіре аламыз ба? Мысалы, Апай, мен мысал келтірсем бола ма? Иә, Ақнұр. Мысалы, А, Е, И жұрнағына айтамын, барамын, жазамын, А жұрнағы арқылы айтамын деп Түбір етістікке А жұрнағы арқылы, жалғану арқылы жасалады, иә? Көсемшенің жұрнағы арқылы жасауға болады. Екінші, үп, п. Мысалы, айтып, беріп, көріп, сөйлеп, тағы да басқалары. Үшінші, ғалы келі, қалы келі. Бұлар, мысалы, мен барғалы жатырмын, ол келгелі жатыр, ол ұйықтағалы жатыр, мысалы. Осындай, бұлар бірақ жіктелмейді. Мен барғалымын деп айта алмаймыз. Сондықтан мен барғалы жатырмын деген сығылып, екі сөзбен түсіндіруге болады. Өте жақсы. Бесінші сұрақ, алған, көрген, барғалы, келгелі, айтқалы сөздері қалай жасалып тұр? Жұрнақтарына назар аударайық. Тез-тез жауап берейік. Кім тез-тез жауап береді? Бұлар барғалы жатырмын, барғалы жатырсыз, барғалы жатырсың арқылы екінші сөзге жіктік жалғауы жалғанады. Көсемшенің жұрнақтары арқылы жасалған, иә? Біріншісі алған, көрген, олар есімшенің жұрнақтары арқылы жасалған, иә? Иә. Жақсы. Өте жақсы, Ақнұр, Арайлым, Азамат. Сіздерге рахмет. Келесі. Оқушылар, алдыңғы сабақта біз етістіктің шақтарын өткен болатынбыз. Тілдік бағдарда етістіктің шақтарының ережесін оқыдық па, мұқият? Мұқият оқыдық қой, иә, балалар? Жақсы, олай болса, етістіктің шақтарының неше түрі бар екен, оқушылар? Шақтың неше түрі бар, оқушылар? Шақтың, апай, 3 түрі бар. Осы шақ, өткен шақ, осы шақ, келер шақ. Біріншісі ол осы шақ, иә? Ол нақ осы шақ және ауыспалы осы шақ болып екіге бөлінеді. Және келер шақ. Біріншісі ол келер шақ, иә? Иә, келер шақ. Барлығымыз қосылып отырайық, кәнекей микрофонды қосайық, оқушылар. Үшіншісі өткен шақ, иә? Өткен шақ. Осы шақтың неше түрі бар? 2 түрі бар. 2 түрі бар. Нақ осы шақ. Және ауыспалы. Ауыспалы осы шақ. Жақсы. Келер шақтың неше түрі бар? Келер шақтың 2 түрі. 3 түрі. Иә. Олар болжалды осы шақ, мақсатты осы шақ, келер шақтың түрлері. Болжалды келер шақ, мақсатты келер шақ және ауыспалы келер. Ауыспалы. Болжалды келер шақ. Болжалды келер шақ, мақсатты келер шақ және ауыспалы келер шақ. Ауыспалы келер шақ, иә? Жақсы. Өткен шақ. Өткен шақтың неше түрі бар? 3 түрі бар. Атай ғой. Бұрынғы өткен шақ, жедел өткен шақ.
бұрынғы өткен шақты. Жедел өткен шақ. Одан кейін Бұрынғы өткен. Ауыспалы, иә. ауыспалы өткен шақ, иә. Жақсы.